Assalamu alaikum. Hürmetli көрермендер, hürmetli dostlar, барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық, бақыт, береке, табыс тілеймін. Аспанымыз ашық болсын, дүниеміз тыныш болсын. Мінекей, бұқаларға біреулеріне 3 ай болды, біреулеріне 6 ай болды. Мыналар 3 ай 4 ай болғанда қосып жібергенбіз ортасына. Мінекей, Алла қаласа әзірге жағдайлар осы. Мынау 1 жасқа енді толады. Осы алдымыздағы айда, май айында. Как раз өзіміздің бұзау. Құрғақ сүтпен өскен бұзау осы. Мына бұзау міне. Құрғақ сүтпен өскен. Осыны ертең Алла сәтін салса, құрбандыққа осыны салып тарқатамыз. 1 жас бұзау. Неше кило бар деп ойлайсыздар, қане салмақ қойыңыздар. Мынау алдыңғы партиядан қалған, ішінде бір 10 неше бас қалды, 17 бас қалып еді. Оның 5-еуі кетті. 12 бас алдыңғы партиядан қалған. Мынаусы бар. Мынау осы 3-еуі, мынау 4-еуі. Сол бір 17 бастың үстіне кеп новойдан партияны қосып жібердік. Әлі дайын болған жоқ еді, бұлар кішкентай еді. Сосын үстіне қосып жібердік. Енді қазір жағдайлары корпус алып, жақсылап бойлары өсті. Енді Құдай қаласа ет жинап семіреді. Неке қазір менде бұқалар бордақда осындай ермін еркін жүр, бос жүр. Бос жүргесін. Мынаның келгеніне 3 ай болды. Осы мынау келді, 3 ай. Мыналар вообще кішкене 200 мың қалған мұнан, 200 мыңға. Мынаның бір 220-ға, 250-ге сондайға айналған бұзаулар енді кішкентайлар. Бұлар енді өсем дегенше маған уақыт керек, кемі 6 ай, 7 ай. Әдейі міне мынау келді, міне кішкентай еді бұлар келгенде. Сол маған көрсет деген құрғақ сүтпен өсірген бұқаңды көрсет деді өткенде. Міне біреуі, достар, 1 жасар құрғақ сүтпен өсті. Осыдан неше күн бұрын, 2 күн алдын біреуін сойдық. Ол да өзімнен үйден келген 207 килограмм шықты. Осы мына жерлерде болса және көрсетем. Біздің ең оң құлағы, бұлайынан тілінген оң құлағы. Құрғақ сүтпен өсірген бұқалар. Олардың бәрін сатып алып келгенбіз. Еркін бос жүрген бұқада салмақты жақсы береді, жемі дұрыс болса. Мінекей біреу қалды. Мынау қалды, сосын міне оң құлағы тілінген. Мынау қалды. Кеш туылған бұзаулар бұлар. Бұлар кеш туылған. 3-4-еу қалды. Міне біреуі оң құлағы тілінген. Мінекей біреуі оң құлағы тілінген. Бұлар апрель, майда 1 жасарлық бұқалар бұлар. Бірге енді толып жатыр. Міне көріңіздер, құрғақ сүтпен өскен. 26 бас болды. Қалғанның барлығы кетті, достар. 3 бас қалған екен. Қалғанның барлығы кетті. Барлығы 200-ден ешқайсысы кем болған жоқ.
бұқаны бордақылаған кезінде ең біріншісі жақсы порода, бой өсетін, аяқтары қалың, мынандай мықты бұқа болса бірінші. Сосын екінші, олар келген бойдан нелерін салу керек, ішкі құрт, сыртқы құрттарын түсіріп тастау керек, бұқаны дайындау керек. Екінші. Үшінші, жақсы жем болу керек. Жақсы жем болу керек. Жемі бір-біріне жаңағы арпа, бидай, кебек, жымық, шұрот, не құрылым қанша көп болса жем, сонша жақсы болады. Сосын таза су болу керек. Жүрген жерлері құрғақ болу керек, жем жейтін жерлері құрғақ болу керек. Ақырлары, науалары еркін болу керек. Егер аз болса, олар деген бір-бірімен таласып, күштілері ғана жейді, әлсіздері жемейді. Сол мінекей, сосын өстіп ойнақтайды, қан жүгіреді. Ең маңыздысы мықты болады, денсаулықтары жақсы болады бұл бұқалардың. Егер байланып тұрса, денсаулықтары жақсы болмайды. Бірақ байланып тұрғанның да өзінің плюсы бар, артықшылығы. Дәл өстіп бос жүрген бұқаны 200 бас болса, 400 бас болса да бір адам бағуға болады. Суын әрдайым алдына төгіп қоясын, үлкен науа істеп, жемін төгіп қоясын, шөбінді әкеп рулонмен қойып қоясын. Болды, бұның асты күнделікті алынбайды. Мінекей, мына осы жерді, осы загонды істегенімізге биыл 3-ші жыл, бір мәртеде тазаланған жоқ. Мінекей, құрғақ, күн шуақта, күн осы оңтүстік беті құрғақ әдемі болып жатады осылай. Сол артықшылығы. Бірақ бұл шамалы шығыны көбірек болады, бір айдай кеш дайын болады. Неге десеңіз, мен андай ойнақтайды, энергиялар кетеді. Бірақ бұларда стресс жоқ, бала сияқты ойнақтап, бір-бірімен сүзісіп жасайды. Байлап қойғаннан стресс болады. Стресс болғасын, ол жақсы салмақ алмайды. Укол қылатын болсақ, обработка қылғанда осы жермен кіргіземіз. Сөйтіп осы жерде мына трубаларды тығып қойып, уколдарын сала береміз. Мына жерден укол саламыз, түк еткізіп болды. Сосын осы жерде укол саламыз, укол салып жұмыс істей береміз. Бұнанда кішкентайлар бар, 200 мыңнан алынған. Міне достар, осы кеше мына сеткілерді байлап қойдық. Енді ішке көгершіндер кірмейді. Осы барлық жерге сеткі қақтық. Үстіне вытяжкеге сеткі қақтық. Енді жемімізге көгершіндер, кептерлер келмейді. Солай жемді деген ең маңызды ол жем. Жемі жақсы болу керек, жемі. Энергиясы, протеині бәрі бір-бірімен теңескен болу керек. Қазір өсте ойнақтап жүр. 3 айлық. Январдан алып келгенбіз енді. Февраль тұрды, март тұрды, апрель. 3-ші ай. 3 ай болды. Сол сойғанда да осы жерге әкеп тығып қоямыз. Мына жерде тұрады, не бұқа. Сосын мынау біздің кішігірім қасапхана. Мінекей. Мына жерде арқаны бар. Ұзын арқан, мынау 10-12 метр. Мына жерден аламыз да, мына жерден өткізіп, мына трубадан, қалың труба 1 метр астыға кеткен. Сонан ішке кіргізіп, осы жерден сойып, тайлкіменен жоғарыға көтеріп қоямыз. Болды, осылар осында тұр. Енді мына жақта кішкентай бұқалар. Бұлар да менде ерім бос жүреді.
Олар да бір-бірімен ойнақтап. Жемін, суын және көрсетем. Неке. Кішкентайлау бұқалар осы жерде жүрір. Бұлардың да келгеніне 3 ай болды. 2,5 ай болды. Бұлар енді кішкентайлау етті. Бұлар да нәтижесі жаман емес. 2,5-3 айда бұлар да ермін еркін ойнақтап, бір-бірімен сүзісіп, қандары айналып, жақсы жүр, ас қорытулары жақсы. Не достар. İçinde неше түрлі порода бар, әулиекөл бар, науын галштин аралас бар, Микки Маустар бар. Осылай достар, мінекей бұқа бордақылау, менде осындай тәсілмен бордақылаймыз енді. Әрине жылдан жылға тәжірибенің арқасында қателіктерді ескеріп, солармен жұмыс жасаймыз. Мына жерде ертең бөлеміз. Мына жер өте үлкен да загон. Шамал тарлау болып тұрса, яғни ортадан есіктің қасынан бүйтіп мына жерге бөліп тастасақ, тарлау болады. Сол кезде қатты көп жүгіре бермейді. Сондай бір қазір кемшілік көріп тұрмыз. Сосын жемді осы жерден даладан да бір науа қойып, даладан да жемді бергіміз келіп отыр. Сосын шөпті да осы жерге қойып, мына іші шөп қора болады. Міне бір ворота істеп қойдық. Сол воротадан осы жерде шөп бәрін техникамен жұмыс істеткізгіміз келіп отыр. Техника жұмыс істейді енді. Солай кемшіліктерімізді жылдан жылға, жыл өткен сайын кемшілікпен жұмыс жасаймыз. Дами береміз. Сөйтіп тәжірибе сол жылмен келеді екен ғой, уақыт өткен сайын. Міне достар, осылай. Осы жерде жүреді, кірет, шығады, ішінде жем бар, шөп бар. Мына жер міне құрғақ, жүндер енді түсіп бастап жатыр. Тұзы бар, суы бар, іште бар, көрейік. Сиырлар кешкі сауыннан кейін сиырлар үйге келе жатыр. Қазір 7:30 болды, сағат 7-те өтті. Осылай жүр. Сиырлар үйге келе жатыр. Мына бір сиырды бұл қақпастанып бәрін алып кете береді. Аяғын осылай байлап қойғанбыз, мінекей. Тұрмайды. Өз байлап қойбек, тындық. Қаппенен байлап қойдық, қажамайды, әдемі. Сиырларды ізінен ертіп кетпейді, достар. Аттар тұр, аттарды қазір апарып байлаймыз. Болды, ішке кіреді енді, аттар кіреді, сиырлар кіреді. Бұқаларды жемі міне. Осылай дайындалады жем. Арпа, бидай, кебек, жымық, шрот, тұз, бор. Бор көрдіңіздер ме? Осылай жатыр. Мінекей мынау жымық, мынау шрот, мынау бидай, таза, ешқандай не жоқ, бәрі бүтін. Мынау шрот міне. Мынау арпа. Кішігірім складымыз. Енді мұнаны қазір қи тасып жатырмыз, қи. Былтырғы сиырлардың қиларын тасып жатырмыз. Трактормен 50-53 жұмыс жасап жатыр, достар. Сол үшін мұның ішін тазалауға уақыт жоқ. Су міне таза. Суы үнемі осылай тұрады. Міне достар, жемі көрдіңіздер ме? Міне шөп.
жем барлығы аралас. Мінекей мынандай жем шөп осындай аралас, тұзы бар. Келет, жемін жейді, суын ішет, далаға қайтып шығады, төбелесет, қайтып кірет, осылай жүреді. Мыналар жеп қойды. Кішкентайлар аппетиттері бұлардың өте күшті, жеп қойып жатыр. Міне достар, осы жағында да толып жатыр, мінекей келіп, кіріп шығып жүр. Ана бетінде де солай. Мына жақта суды жаңа толтырып қойып едім, ішіп қойды міне. Міне достар, менің бұқа бордақылау тәсілім осы. Енді әркімдікі әртүрлі, әркім әртүрлі бордақылайды. Мен осылай бордақылаймын. Нәтиже жаман емес. Өзіме ұнайды, жұмысы аз, жұмысын техникамен боқ тазалайды. Бүкіл жұмыс техникамен істетуге бет бұрып, соған қарай өтіп жатырмыз. Міне достар, су өшті. Болды, енді үйге барамыз, демаламыз. Алла қаласа ертең таңғы сағат 5:30-нан басталады жұмысымыз. Осыменен күнде тықыр-тықыр, жыбыр-жыбыр таусылмайтын тіршілік айналып келе береді. Жылқыларды алып кетеміз. Жұмысы бітті. Аллағыл, енді жылқыларға барамыз. Бұлар енді жылқы болғанда жұмысшылар ғой, жұмысшылар. Мал бағып бар, малдың басын. GPS бар, сиырларда GPS бар. GPS тақып қоямыз. Сол GPS пен қарап отырамыз, әр жарты сағат сайын қарап тексеріп отырамыз. Егер мына жолдан бөлек кетіп жатса, жолдан бөлек кетіп жатса, атқа мініп аламыз, барып ат басын қайтарып, яғни мәшіндер жүріп жатыр. Көріне ма, көрінбей ма, мәшіндер жүріп жатыр. Әр жақта. Осыдан бір 2 шақырым жер. Мына жағы бір 3-4 шақырым жер осы жерде жүретіне. GPS-тен қарап, жүгіріп барып, атпен қайтарамыз. Мотоцикл бар. Ең бастысы жолдан кетіп қалмау. Сол жолменен тобылдың ортасында жүреді. Енді қазір осындай технологияны пайдаланамыз. Біреулер дронмен бағады. Бұлар бірақ сиырлар дроннан қорықпайды. Дронмен қойды бақса болады. Мыналарға шөп. Осы жерден әйтеуір жеп тұрады. Негізі түстен кейін осы жер, түстен кейін ана жер. Өйстіп 2 мәрте не аламыз? Ауыстырамыз орын. Үйге барып, азғантай жем береміз. Осы демалыс күндері балдар келді. Балдар келіп, мініп, бұзау бақты бүгін. Және үйренеді бұлар. Үстері тері болды міне бүгін. Азғантай шапты. Хош достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Осымен пікір қалдырыңыздар. Каналға тіркеліңіздер, тарқатыңыздар. Хош, сау, аман болыңыздар.